Бәріне сәлем достар, бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 9 тарауының 7 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Ақсақ Темір кітапханасы. Бізге бірінші тапсырманың керегі жоқ, мәтіннің астындағы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: Ақсақ Темір деген кім? Ол туралы не білесіңдер? Екінші сұрақ: әлемнің басқыншысы атанған Әмір Темірдің қала мәдениетін дамытуы, кітапхана қорын толықтыру сендерге қандай ой салды? Үшінші сұрақ: сендердің ойларыңша Ақсақ Темірдің сұрағына иә деп жауап беретін күн туа ма? Бірінші сұрақтың жауабы: Ақсақ Темір тарихтағы ең әйгілі қолбасшылардың бірі. Әмір Темір деген атпен танымал. Ол 14 ғасырда Орта Азияда үлкен империя құрған, көптеген жерлерді жаулап алған билеуші. Оның астанасы Самарқанд қаласы мәдениет пен білім орталығына айналған. Екінші сұрақтың жауабы: Әмір Темірдің кітапханаға мән беруі оның білім мен ғылымға құрметпен қарағанын көрсетеді. Ол тек жаулаушы ғана емес, мәдениеттің дамуына да ықпал еткен тұлға. Кітапхана ашып ғалымдарды қорғауы оның ойлау деңгейлігінің биік болғанының дәлелі. Үшінші сұрақтың жауабы: егер адамзат білімге, әділдікке, адалдыққа бет бұрып, надандық пен әділетсіздікті жеңе алса, онда Ақсақ Темір армандаған күн туады. Бірақ бұл үшін көп еңбек ету қажет. Екінші тапсырманың керегі жоқ. Үшінші тапсырма: берілген тапсырмаларды орындаңдар. Деңгейлік тапсырма. Бірінші деңгей: мәтінге жоспар құрыңдар, ат қойыңдар депті. Мәтінге ат қоятын болсақ: Ақсақ Темір және жасырын кітапхана. Жоспар: Ақсақ Темірдің жаулап алған елдерге әсері. Екінші: Темірдің кітапханаға деген қамқорлығы. Ғылыммен болған әңгімесі. Темірдің кітапхананы жасыртуы. Оның адамзатқа қойған сұрағы. Екінші деңгей: мәтінде кездесетін үстеулерді мағыналық топтарға жіктеңдер деп айтылыпты. Жауабы: мезгіл үстеуі, күнде, кейін, түнде, ұзақ жылдардан кейін. Мекен үстеуі: жоғарыда, астында, қақ ортасында. Сын қимыл үстеуі: шындығында қарсылықсыз-ақ. Мөлшер үстеуі: барынша, қаншама. Үшінші деңгей: аңыз әңгіменің түйіні туралы пікір жазыңдар депті. Аңыз Темірдің білім мен ғылымға деген құрметін көрсетеді. Ол кітаптарды жинап, болашаққа қалдырғысы келгенмен, надандық пен әділетсіздіктің әлі де жойылмағанын күйінеді. Бұл білімнің маңыздылығын түсінуге арналған ой саларлық тәмсіл. Төртінші тапсырма: Сократты семинар әдісі бойынша мәселені талқылаңдар. Оқылым мәтіндегі аңыз әңгіменің шындыққа жанасатын тұстары қайсы деп ойлайсыңдар? Шындыққа жанаспайтын тұстары бар ма? Аңызда шындыққа жанасатын тұстар бар. Мысалы, Әмір Темірдің Самарқандты ғылым мен мәдениет орталығына айналдыруы. Ол кітапханалар ашып, ғалымдарды қорғаған. Бірақ кітапхананың жасырылуы мен қабірден шығып сұрақ қоюы аңыздық элементке жатады. Бесінші тапсырма: кітаптың ең асыл қазына екендігі туралы дәлелдемелік эссе жазыңдар деп айтылыпты. Адамзат тарихында білім мен даналықтың орны ерекше. Өркениеттің дамуы, қоғамның алға жылжуы, ғылым мен мәдениеттің қалыптасуы бәрі кітап арқылы жүзеге асады. Кітап адамзаттың ең асыл қазынасы. Ол ғасырлар бойы жинақталған білімнің, тәжірибенің және рухани мұраның сақтаушысы. Ақсақ Темір де кітаптың құндылығын терең түсінген. Ол жаулап алған елдердің тек байлығын емес, сол елдердің ғалымдарын, өнер адамдары мен білім иелерін өз астанасына әкетіп, Самарқандты ғылым мен мәдениет орталығына айналдырды. Ол өз кітапханасын құнды байлық ретінде құрастырып, оны болашақ ұрпаққа жеткізгісі келді. Алайда ол кітапхананың тағдырына алаңдады. Өйткені егер білімге деген құрмет жойылса, жинақталған қазына да жоғалып кетуі мүмкін еді. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені мың подписчикке жеткізіп тастайық.